Келесі әріп бізде фә сақау әріп бұл тіл тіске тиеді фә деп. Фә бағана вәні үйреттік қой. Дәл сол секілді. Идғамның әріптерін өткен кезде төртеуі ғонналы, қалған ғоннасы екеуі деп тесіз өтіп кетеміз ғой. Негіз ғоннаның көкесі осы шәдділ нун мен шәдділ мемде. Махаббат деп айтамыз ғой, шәдді менен. Араб тілінен шыққан ғой, хуббун деген сөзден. Сол сияқты екі б шығады. Бираббил. Ро әріпі ламымен және фатхамен келген кезде жуан айтылады. Рулла деп айтса жіңішке болады ол. Насрулла. Ол жіңішке болып кетеді. Тарқиқты бізге тафхим берек, жуандық. Әрдайым Алла сөзін көрген болсаңыздар, ортасында міндетті түрде әлиф бар, я, мәт бар. Хуаллаху, Аллаху акбар дейміз ғой. Бұл жерде әрдайым мәт болады. Оны мұғалім сәнеде айтып өтеді. Фә әріпін өткенде айттық мақаражын. Фә деген сөз екі еріннің қосылуымен шықпайды. Фә деп. Бәлкім жоғарғы тіс астыңғы ерінге тиеді. Фә. Тіс түгел болып тұрған кезде, памяттеріңіз жақсы болып тұрған кезде, бір ай, екі ай уақыттарыңызды қиып, медресемізге келіп, әріптеріңізді, құрандарыңызды дұрыстап алсаңыздар болады, иншалла. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля ашрафи хайр халқи Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамаат. Біздер келгелі осы Құраннан сабақ беріп жүрміз ғой, тәжвидтен келгелі бері. Сонда байқағаным, жамааттың көпшілігінде осы намазда оқып жүрген сүрелерінде қателіктер бар. Бір кішкентай қателігі бар, үлкен қателігі бар, өрескел қателіктер бар дегендей. Сол Құрандағы қысқа сүрелердегі жиі кездесетін қателер деп осындай сабақ бастап жатырмыз. Бүгінгі бастайтын сүреміз Фатиха сүресінен бастаймыз. Фатиха сүресіндегі жиі кездесетін қателер. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим дегенді кейінгі сабақта талқылаймыз, Құдай қаласа. Бүгін бисмиллахтан бастап кете берейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл Фатиха сүресінде бірінші аят деп жазылып тұрады. Ол жөнінде біз қазір қағида, тәжвидтегі ережелер ондай тереңнен тоқтамаймыз. Тек осылай оқылу керек деп айтып кетеміз, қателерді меңзеп дегенде. Бірінші Бисмиллахир-рахманир-рахим сөзін тоқтаймыз. Алдарыңызда көрініп тұр. Осы жерде мына би деген әріпте касра тұр. Бізде көбінесе болып шығып кетіп жатады. Бисмиллахир. Б. Ол Б емесе, ол жерде касра тұру керек, И тұру керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сосын екінші ескеретін нәрсе, С әрпінің үстінде сукун тұр. Бесі, бесемиллахи емес, фатхамен бес, немесе қалқала алып айтылмайды. Қалқала бізде бес әріп қой, тек білесіздер. Бұны көп жағдайда бесемиллахи, сіні қалқала қылып жібереді. Ол да қате. Үшінші, мим әрпіндегі кәсіра. Бұл да шықпай қалады. Бесемі, бесемиллахи деп болып шығып кетіп жатады көп жағдайда. Ол да қате. Біз харакаттарды білеміз ғой өзі. И, У, сосын фатха кесіра дамма атайтын болсақ. Осы нәрселерге мән берілу керек. Демек түсінікті ғой қазірге дейін. Б-да И тұрады, бис, ми, С сүкун болады, бесемис қалқала болмайды. Одан кейін мимде де кәсіра тұру керек. Бис, ми. Бесе, мә десе ол болмай қалады. Жазып көрсетемін, жерде қасына Б-С-Э десе бұлай болмайды. Бисми, имен шығу керек. Бисмиллахи. Түсінікті ғой. С әрпі сүкун қалқала болып кетеді көп жағдайда. Бесемиллахи деп. Бисмиллахи. Алла сөзі бисмиллахи. Алла сөзінде, Алла деген сөз әрдайым Құранда ортасында мәт бар, мәт табиғи дейміз ғой, созылады. Ударен деп айтсақ та болады. Бисмиллахи. Бисмиллахи. Аллаху акбар деген сияқты ортасында әлиф бар. Бисмиллахи. Одан кейінгі мына ха әрпі. Мына ха әрпі. Бізде ха әрпін білеміз, өңештен шығады. Кіндік қозғалады деп айтып үйретіп жатады әйтеуір. Бисмиллахи емес, бисмиллахи емес, бисмиллахи. Бисмиллахи. Түсінікті ғой, бисмиллахи. Одан кейін келесі мына шәддлі ро әрпі. Шәмсия дейміз, шәддлі ро әрпі. Ро әрпі бізде фатха болып келген кезде жуағын оқылады. Ра. Ауыз толтырамыз абаға. Ра. Рә емес та. Бисмиллахир-рахман десе ол болмайды. Бисмиллахир-ра.
Осы жерде шәмсия әрпі, мынау ра, әлиф ләм оқылмай бірден шәддеге барып тұрмыз. Сол жердегі шәдді өзінің мөлшерінен көп болып кетпеу керек. Бисмиллахир-рахман, ол болмайды. Бір рет жүргізіп өтсеңіз, сол махражына тисе болды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шәдді деген сөз сол жерде ұстап тұру. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахман келесі ха әрпі көп жағдайда бұл да қалқала болып шығып кетеді. Ар-рахманир-рахим. Олай емес. Ар-рах сүкун болу керек. Ар-рахманир-рахим. Егер мына жерді қарасаңыздар, сіздерге үлкейтіп берейін. Мына мимнің қасында әлифті көріп тұрсыздар ғой, мынау. Мәд табиғи ғой бұл. Көп жағдайда мынаны ескермейді. Әлифін созбай кетеді сәйкесінше. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахман, рахман, әлиф, мәд табиғи бар. Рахманир-рахим. Ар-рахманир-рахим. Мимнің үстінде әлиф тұр міне. Осы әлифке мән берілу керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына нун әрпі біздерде кириллица әріптерінде мынадан кейін жазылып кеткен. Осы жерде де ін оқиды. Рахманир-рахим деп. Рахманир. Ол дұрыс емес. Рахмани. Рахманир-рахим. Ар-рахим. Рақим емес. Рахим. Түсінікті. Раны айттық. Бұл жуан болады. Ра болып. Рә болмайды. Хи. Х деген әріп тамақты қысқан кезде шығады. Соңғы мим әрпі. Мим әрпі сүкунмен келеді. Көп жағдайда осы мимді де, енді аятты бітіріп жатырық қой, жаңа бисмилла оқып бітіргесін жерде соңынан мән берілмей, мим дұрыс шықпай қалады, ауыз ерін жабылмай қалады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахманир-рахим деп ма шықпай қалады. Сол мим сүкун екенін көріну керек. Ар-рахим. Соған да мән беріңіздер. Ар-рахим. Демек бастан аяқ бір оқитын болсақ ережесімен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Түсінікті ғой, келесі аятқа көшеміз. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Осы жерде әлиф ләммен басталды. Мына ләм әрпінің үстінде сүкун бар. Ол сүкунды біз қалай оқимыз? Қалқалап оқимыз. Әлхамдулиллахи раббил Әлхам. Бұл қазақ әуендерінде, музыкаларда ла әрпінің көбісі жаңағыдай ғой, дірілдетіп айтады. Келетімде, барадымда деген сияқты ғой. Сол өлең айтып қалған кісілерде әсіресе осы ланы қалқалап алады. Түзеу қиын болып кетеді. Әлхамдулилла. Ланың шығатын жеріне ұстап тұрасыз, болды. Әлхамдулилла. Келесі әріпті айтып жібересіз. Әлхамдулилла десеңіз, сіз қалқалы әріптеріне тағы бір әріп қосқан болып табылады. Осыны ескересіздер. Келесі әл-ха. Әл-қамдулилләміз әл-ха. Ха деген әріп. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Мына мим әрпіндегіде сүкун көбінесе қалқала болып кетеді. Мим әрпіндегі. Әлхамдулиллахи. Әлхама. Келіп тұр дірілдеп. Бұл жері сүкун, қалқала болмайды. Келесі Әлхамду. Енді қатта не жоқ. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Әлхамдулиллахи. Әрпін айттық. Раббил аламин. Мына рада, ра әрпінде бұл да жуан оқылады. Ра, рә емес. Раббил аламин. Раббил аламин деп оқитындар да бар. Раббил. Мына шәдді көрмей қалады. Мына шәдді көрмей қалады. Раббил десеңіз, ол шықпай қалады. Раббил. Шәдді ұсталу керек. Раббил аламин. Бірден бұны айтқаннан қайда барамыз біз? Бірден мына сүкунге барамыз. Раббил аламин. Раббил деп қалқала алмаймыз. Түсінікті ғой, келесі мына айын әрпі. Бізде айын әрпі қазақ тілінде жоқ. Сол үшін бұны айту көпшілікке қиындық тудырып жатады. Бұны қазақша жазған кезде кириллицамен ә қойып қояды, немесе ға қойып қояды.
Кейбір кісілер Роббил ғаламин деп оқиды, кейбір кісілер Роббил әләмин деп оқиды. Екеуі де қате. Егер бұл сөздер айтылып тұрған қателер мағынаны өзгертетін болса егер, онда намаздағы қырағат мәселесі болғандықтан бұл парыз ғой. Намаздың да дұрыс болуына әсер етеді. Түсінікті? Қабыл болмауын Алла шешеді. Ал намаздың дұрыс болмау жағына әсер етеді бұл міндетті түрде. Сол үшін осындай үлкен қателерді реттеу керекпіз. Роббил әләмин айн әрпі. Роббил әләмин емес, Роббил ғаламин емес, Роббил әләмин айн әрпі тамақ қысу арқылы шығады. Айнды қалай шығарады мысал берейін ба? Көрмеңіздер бірақ. Ана қасқырдың ұлығанын салдық қой кішкентай кезімізде. Сол айынның мақаражынан шығады. Үу деп атады ғой. Сол айынның мақаражынан шығады. Роббил әләмин. Тамақты қысқан кезде шығады. Қатты қиын емес. 1-2 күн тренировка жасасаңыздар, өзі орнына түседі. Түсінікті ғой, өйткені сіз ә қойсаңыз, ол басқа мағына. Ғы қойсаңыз, ол басқа мағына. Роббил әләмин. Сәйкесінше одан кейін міне бір мағына тұрған. Үтір деп айтамыз ба? Бұл алиф мәд әріпі. Роббил әләмин емес, Роббил әләмин деп оқиды, олай емес. Мәттар бір жерде. Роббил әләмин. Осы жердегі нун, соңғы бітіп жатқан нундағы фатха, бұл сүкунға айналады. Осы нунымызда аят бітіп жатқан кезде көріну керек. Әләмин. Мына көріну керек. Аяттың соңында әріптер көбінесе шықпайды. Роббил әләмин деп бітірсейді. Мынаның анық көрінбей қалады. Әләмин. Түсінікті ғой, Ар-Рахманир-Рахим. Бұл екі сөз қай жерде кездесіп талқыладық қой. Бисмилла да келді. Сол үшін қайттан бұны талқыламаймыз. Қайттан мына роны жіңішке қылмасаңыздар болды. Рә деп. Сосын Рахмани деп ха қылмасаңыздар болды мынаны. Бұл хәрпе Рахман. Немесе Рахман деп те оқылмайды. Рахман. Қығылып та оқылмайды. Рахман деп. Бұл Рахман. Әлеуметтік желіде көрген болсаңыздар, бұл әрпін шетелдік кісі ғой, енді араб жігіттер қалай шығарамыз дейді. Сол кезде қатты жазды күн шөлдейсің ғой сен дейді. Соны суды аштың дейді, пепсиді. Аштың да ішің дейді. Сол кезде деп айтасың ғой дейді. Сол деген осы әріп дейді. Рахман. Деп шығарсаңыздар үйреніп кетесіздер. Жақсы, өзі һәға ұқсас 4 әріп бар. Хәсі бар, хосы бар, хәсі бар, қосы бар. Бізде көп жағдайда алмастырып жазып жатады. Деген сияқты ғой. Рахма. Мада міне алиф қалып қоймау керек. Рахманир-рахим. Шәдді. Нир-рахим. Шәддіні ұстамасаңыз да қате болады. Рахмани-рахим деген ол болмайды деген. Келесі Малики яумиддин. Малики яумиддин емес. Мына жіңішке әріптердің үстінде келген кезде әге жақындау оқылады енді. Біз қазақтың әсі емес енді. Адан сәл жұмсақтау. Малики, малики. Деген бөлек қой енді. Малики яумиддин. Малики яумиддин оқитын ол қате болып кетеді. Қасында алиф тұр. Бұны да ұмытпаймыз. Малики яумиддин ол басқа қарағанда да бізде Малики яумиддин алиф кету керек. Осы ли-ки екеуі бір-біріне ұқсас, осылардың кәсіралары дұрыс шықпай жатады көп жағдайда. Малики яумиддин болып кетеді. Малики екеуінде де кесіра бар. Малики, малики, малики яумиддин. Яйдан бастайсыздар. Қателер бар еді, бұл жерде есіме түспей тұрғаны. Яумиддин. Яумиддин десе болмайды. Ядан басталу керек. Я деген әріп ғой. Яумиддин деп те басталмайды. И деп. Ядан кейін фатқа айтасыз. Яу. Вауға келген кезде ауыз шүртеу керек. Яумиддин. Яумиддин деп бастайтындар да бар, ол қате болып кетеді. Яумиддин ол да қате. Яумиддин. Я әрпі бізде бар ғой енді. Яумиддин. Яумиддин. Мына д әрпі шәділі болып келген кезде тығыл оқып жүретіндер бар. Яумиддин. Ол да қате.
Яумиддин. Рахман рахимнан бастап оқып шығамыз, дұрыс қалай оқылады? Ар-рахманир рахим. Ма көрінді, көрдіңіздер ғой, иә? Малики яумиддин. Түсінікті? Құдай қаласа, мына ияка нa'буду ва ияка настаин деген аятқа келіп тоқтадық. Осы жерде көп жіберетін қателердің бірі, мына жерде ияка. Бірінші бізде әлиф тұр, әлифті кәсіра тұр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жерде кәсіра тұр, міне. Осы кәсіра айтылмай бірден ияка дейтіндер бар. Ияка. Бәлкім алдында әлиф тұр кәсірамен. И деп басталады. Ияка. Бірден ияка нa'буду ва ияка настаин деген болмайды екен, е? Сондан білесіздер. Сосын мына жерде шәдді бар. Яйдың үстінде. Көрдіңіздер ма? Ияка нa'буду ва ияка настаин деп шәддісі айтуға болмайды. Міндетті түрде ияка шәдді ұсталады. Ияка на. Ол жерде екі әріп бар деген сөз ғой. Егер шәддіні қоймасаңыз, мағына өзгереді. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Енді келесі ияка бітті. Одан кейін нa'буду. Бізге ауыр келетін сөз осы. Көпшілігінде осы жерде қате кетіп жатады. Бірінші қателік былай болады. Нa'буду деп оқылады. Нa'буду. Айын жоқ. Нa'буду. Бәлкім ол нa'буду болу керек еді. Одан кейін айын бізде айтылуы қиын әріп болып табылады ғой, негізі қиын емес ол. Қазақ тілінде жоқ болғасын. Сол айын әрпіне дайындаламын деп, нунды жуан қылып жібереді. Нa'буду деп. Нa'буду. Ол да дұрыс емес. Нә. Фатқа жіңішке болады, нa'буду. Айын сүкунмен. Ана бая келетседағыдай ғығылуға да болмайды. Нағбуду деп. Бәлкім айын сүкунмен. Нa'буду жіңішке. Түсінікті ғой. Айынды өткенде қалай дұрыстау керек екенін лайфхакта айттық. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Нa'буду десе болмайды. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Келесі ияка, оны айтудың керегі жоқ, жаңа тоқталдық. Одан кейін настаин деген сөз тұр. Көз алдарыңызда тұр, міне, настаин. Осы жерде син әрпі, міне. Син әрпі сукун менен тұр. Настаин. Осында көпшілік жағдайда настаин дейді, сотпен. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Са деген бұл сад әрпі, са сыйсу. Бізге син керек. Настаин. Жіңішке. Настаин. Настаин десе болмайды. На десе де болмайды, нә болу керек. Настаин. Тағы да айын жоқты. Настаин деп оқитындар бар. Настаин. Дұрыс емес екен. Настағин деп ғымен де оқиды. Ол да дұрыс емес. Настағин. Бәлкім настаин болу керек. Сондай-ақ соңында нун міндетті түрде көріну керек. Енді осы аяттың дұрысын оқитын болсақ, Ияка нa'буду ва ияка настаин. Түсінікті ғой, иә? Келесі 6-шы аятқа көшеміз. Бұл бәріңізге таныс. Ихдинас сиратал деген. Бұны әлиф тұр, кәсіра беріп оқимыз. Өзінің ережесі бар, оған тоқталмаймыз енді. Кәсіра беріп оқимыз. Ихдинас сиратал мустақим. Бұл іштен шығады, ауа. Кіндік қимылдайды деп айтып жазады ғой. Бұл әріп емес, ихдинас сиратал болмайды. Ихдинас сиратал. Ол да болмайды. Бәлкім ихдинас сиратал. Іштен, өң іштен шығатын әріп. Ху. Кең сыртыңызы ұшау керек. Ихдинас сиратал мустақим. Енді ихдина дегеннен кейін келесі сөз бізде сирата деген сөз, міне көріп тұрсыздар, иә? Сирата. Осы жерде сод әрпі жуан, ро фатхамен жуан айтылады, то ол да жуан. Осы сод әрпіне дайындалу барысында мына нәдан басталады, ихдинадан. Сөйтеді де
ихдинас-сирата. Ноны құртып жібереді. Мына жақта өзіме өзі жатқан но құртылып қалады. Ихдина болып бару керек қой жіңішке. Ихдинас-сирата. Бізде көпшілік жағдайда енді фатиханы келіп тапсырып жүр ғой. Жамағаттардан Алла разы болсын. Ілімге деген құштарлықтары ғой. Сол жерде байқалады. Ихдинас-сирата. Сол нә жуан әріп болып кетпеу керек. Шәддіге келемізде шәддіге ұрамыз. Ихдинас-сирата. Осы жерде сот. Бізде қарасаңыздар кәсірамен түріміне. Сыратал деп оқитындар бар. Сыратал. Бұл жерде кәсіра жоқ болып кетеді. Ихдинас-сирата. Бірден ұраға кетіп қалады. Ол қате. Сиратал. Сосын сотты жіңішке оқитындар бар. Ихдинас-сиратал. Сиратал. Си. Ол да жіңішке болып кетті. Бізге үй сияқты керек. Сиратал. Кәсіра жуан әріптерде басқаша естіледі. Жіңішке әріптерде басқаша естіледі. Ихдинас-сира. Си. Жақты кішкентай астына түсірсеңіздер белгілі болады. Оны жаңа ерінмен, жуан әріптерді ерінмен жасаудың керегі жоқ. Сиратал. Ихдинас-сиратал. Келесі ра әріпі жуан. Сиратал емес, бәлкім сира. Ра. Ихдинас-сиратал мустақим. Айттық, сот, ра, та үшеуде жуан. Енді осы жуан әріптен шыққаннан кейін келесі әл-мустақим ғой бізде. Осы жердегі ләм әріпінің сүконіне, бұл ләм әріпі жіңішке әріп. Демек сүконды жіңішке шығу керек. Бізде өкінішке орай мына үш әріптен, жуан әріптен шыққаннан кейін сол жуан күйіне қалып қояды. Ихдинас-сиратал мустақим. Бәлкім сиратал. Алла жіңішке болу керек. Сиратал мустақим. Әл-мустақим. Ал-мустақим емес қой. Әл-мустақим. Түсінікті? Ихдинас-сиратал. Қайту керек жуаннан жіңішкеге. Көп дайындалсаңыздар, ауыздың настройгісі келеді ғой өз орнына. Тез барып қайталатындай болады махраждарға. Сиратал мустақим. Осы жерде мұстақим дейді. Мұстафа деген сияқты сол әріпіне оқып жатады. Мұстақим деп. Ол дұрыс емес. Бәлкім бізде мустақим. Мұстақим емес. Мә, ми, му. Сен жіңішке. Мустақим. Ихдинас-сиратал мустақим. Мим көріну керек. Алтыншы аятты бітірдік, дұрыс оқылу жолы былай болады. Ихдинас-сиратал мустақим. Келесі аят сиратал деп басталады. Бұған тоқталмай айтып өттік. Сиратал демейсіздер ғой ең бастысы. Сиратал. Ол кезде кәсіраны жеп қойған боламыз. Сиратал мустақим. Сиратал лазина. Ол кәсіра кетіп қалған болады. Сол үшін кәсіраға өте қатты мән береміз. Сиратал лазина. Бұл жерде де әл дегенде жуан айтып жатамыз. Сиратал лазина. Мен жерде зәл деген әріп бар бізде. Оны сақауша зә деп айтамыз. Зәзизу. Зәзизу. Зәзизу емес, бәлкім зәзизу. Әз. Сиратал лазина. Сақауша шығады. Сиратал лазина емес. Сиратал лазина. Ол ана кириллицамен жазған кезде екі зада бірдей зы бізде. Бірақ зы ғой өйткені жазылады. Сол кириллицамен үйренгендер болса, медресемізде сабақтар болып жатыр. Мұғалім сәнеге келіп тұрса үйренсеңіздер болады. Сиратал лазина. Зәл әріп екен. Байқасаңыздар, зән айтқан сайын микрофон қимылдап жатыр. Ал кәдімгі зын айтқан кезде өйтіп шықпайды. Зы. Мұнда ерін тіске тиіп тұрғасын, ауаны жібермей ұстап тұрып, жіберіп қалған кезде қатты екпін береді. Сиратал лазина. Көрдіңіздер ме? Келесі сөз. Сиратал лазина ан'амта. Мынаны ерекшелеп қарайық, ан'амта деген сөзді. Бұл ан'амта емес, ан'амта. Бәлкім нун суконменен тұр. Және қалқалада емес. Мына жерде нун суконды және мим суконды болып тұр ғой. Осыны көп жағдайда қалқалалы оқиды. Ан'амта. Бұл екі мимді нунда қалқалалы болып кетті. Олай болмайды. Ан'амта. Егер
Анамта десеңіз немесе анамта десеңіз фатқа қоясыз, қалқала қылып жібересіз. Ол дұрыс емес. Сондай-ақ анамта деп а деп оқылмайды, ана алиф. Жіңішке оқылады. Анамта. Нуннан кейін айн әрпі тұр бізде. Анғамта емес, және анамта да емес. Бәлкім анамта. Анамта. صراط الذين أنعمت عليهم келесі. Алейхим. Ғалейхим емес, ға емес. Алейхим емес, өзбекше алейхим. Ол да болмайды. Алейхим болады, айнмен. صراط الذين أنعمت عليهم. Осы жерде енді һә әрпі бар, бұл жаңаға тоқталған әріп. Һә, хи, ху. Алейхим деп оқиды. Алейхим. Алейхим дейтіндер де бар. Екеуі де дұрыс емес. Алейхим. Һә, хи, ху. Алейхим. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Осы жерде алейхим деген тоқтасаңыздар болады. Тоқтамаған абзал. Яғни صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Алейхимді бітірдік. Ғайрил. Ғайрил дегенде айын қыл жібереді кейбіреулер. Айрил мағлуби деп. Бәлкім ғайн әрпі, қазақ тілінде бар ғой. Ғайрил мағлуби. Ғайрил мағлуби. Мим әрпі бізде жіңішке әрп. Сол себептен де фатқасы жіңішке болады. Мағлуби десе, ма десе, уже дұрыс емес. Мағлуби. Мына ғайн әрпі тұр, міне көрдіңіздер ме? Сүконмен мынау нүкте тұр үстінде. Демек, ғайн деген сөз айын емес. Көбісінде бұл мағдуби болып кетеді. Мағдуби. Мағдуби. Ол дұрыс емес. Бәлкім ғайн әрпі. Мағдуби. Мағдуби. Ғағиғу. Бұл қазақтың әрпі ғой, бұны айтпасаңыздар ұят болады енді. Басқа орыс тілдер, ағылшын тілдер бұл әріп жоқ, айта алмай айтса түсінуге болады шығар. Біздерге бұл болмайды. Ғайрил мағдуби. Келесі баршаңызға таныс. Осы мешіттерде үлкен ixtilafқа душар болып жататын дод әрпі. Мағзуби емес. Бұл келмейді, мағзуби деген. Қалай десеңіз, олай деңіз. Мағзуби деген жоқ. Ол зазизу деген бөлек әріп. Бұл дадиду деген бұл бөлек әріп. Мағдуби. Дуби емесе, дәл деген бар. Дәлдің мақаражы ол тіл төбеге, қызылиекке тиет. Қызылиектен жоғарылықтау. Дәл әрпі. Дәл. Соны жуан қылып, да деуге болмайды. Мағдуби деп. Бәлкім дад әрпі олына ұрттан шығады. Мағдуби. Мағдуби алейхим. Мағзуби емесе, мағдуби алейхим. Алейхимге тоқталмаймыз, бағана айттық. Мағдуби алейхим вәладдалин. Вәладдалин дегенде валаддалин десе, ла деп айту болмайды, жуан болып кетеді, бәлкім жіңішке. Вәладдалин. Вәладдалин дегенде валаддалин десек, ләні жуан айтып жіберген боламыз. Сол үшін вәладдалин. Вәладда. Датқа шәдмен барамыз. Вәладдалин демейміз. Вәладдалин демейміз. Бәлкім вәладдалин. Бұл дад әріп араб тіліне өздеріне тән әріп. Бұл лұғату дад деп айтады ғой. Бұл араб тілін. Дадымен ерекше араб әрпі. Көбірек машықтансаңыздар шығады. Вәладдалин. Вәладдалин десе қате болады. Вәладдан айттық. Айтып келе жатырып, мына жерде линде шәдді бар. Вәладдалин. Ләм екі рет шәдді ұстап шығу керек. Ал көп жағдайда вәладдалин. Бірден лин деп айтып кетеді. Вәладдалин. Бұл қате. Шәдді екі әріпті білдіреді, бірінші сүкон.
Валаддаллин. Міне тұрған ерек мәд ләзімді білдіреді. Енді ол тәжвидтің сабағы. Сізге міндет болған нәрсе, бұны осы сүренің ішіндегі ең қатты созатыныңыз осы. 5 харакатқа дейін, саусағыңызды бүйтіп 1, 2, 3, 4, 5 дегенге дейін созасыз. Бұл атыда ләзім деп тұр. Істеш карак дейді ол жаңа өзбектерде ләзім деп. Сол сияқты бұны міндетті түрде созу керек 5-ке дейін. Валаддаллин деп мынаны жұтып қоямыз кейде соңында. Бітірдік қой деген сияқты. Лин шықпай қалады. Сол шығу керек. Валаддаллин. Түсінікті? Осы соңғы аятты оқып жіберейін. Жалғап оқыса да болады, бөліп оқыса да болады. Дем жетпейтін болса бөліп оқисыздар. Сираталлазина ан'амта алейхим ғайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Түсінікті? Соңында әмин ішіне айтасыздар. Бүгінгі Фатиха сүресінің сабағы бітті. Құрандағы қысқа сүрелер. Фатиха сүресінің сосын аяғынан бастаймыз, соңғы жағынан. Нәс, Фалақ, Ихлас бұлардың бәрі жатталды ғой, намазда оқып жүрсіздер. Таббат сүресі бар, Наср сүресі бар, Иза Жа деп басталатын. Кафирун сүресі, Каусар сүресі. Енді Маун сүресін көп жаттатып айта алмаймын, оны да бір өтіп жібереміз. Иляфи Құрайш сүресі, Әлам Тара, Фил сүресі, сосын Аср сүресі. Одан кейін Бақара сүресінің алғашқы 5 аяты. Осы сүрелерді Құдай қаласа, осы сабақ барысында талқылайтын боламыз. Бір-бір дұрыс сабасаңыздар, көбісіңізде сабаққа келе алмайсыздар, үстінен жұмыстасыздар деген сияқты. Бірақ осы айтылғанды әдейілеп неге түсіріп жатырмыз? YouTube каналға арал мешітіне саламыз, Құдай қаласа. Сабаққа келе алмай қалғандар, немесе осы жерде асығыстау тыңдап қалған, бас жағын жіберіп алған кісілер болса, осы сабақты қайта-қайта тыңдасаңыздар, әріптеріңіз өз орнында жатады. Бұл сабақ маңыздылығын айтып қоя, бұл мағына қателесетін болса, намаздарыңызға әсерін тигізеді. Түсінікті? Bir сөзді екінші бір сөзге айналып кетіп жатса, ол ар жағында күнә арқалайды деген нәрсе бар. Егер шамаңыз жетіп үйренбейтін болсаңыздар. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла тағала баршамызға пайдалы ілім берген болсын.